Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабағымыз esf.gov.kz деген электрондық шот фактура жазатын порталға қалай регистрация жасаймыз. Бірінші соны өтеміз, одан кейін электрондық шот фактураны қалай жібереміз. Одан кейін сол бойынша болады. Ал кеттік болмаса, Chromeға кіреміз. Chromeға кіргенде негізі электрондық шот фактураның сайты мынау. Бұрын басқаша болатын. Қазір осылай шықты. Өйткені разработка жасады. Енді қараңыздар, мына жерде ссылка на скачивание CryptoSocket. Мына ссылканы сіздер скачать етіп аласыздар. Мына программаны. Бұл программаны скачать етпесеңіздер, бұл порталға регистрация жасалмайды. Ссылка деген басасыздар, біз скачать етесіздер. Соны установка жасайсыздар. Біз уже оны жасап қойғанбыз оны. Бұл компьютермен біз оны жұмыс жасап жүрміз. Енді как зарегистрироваться? Бізде қазір новый компания бар, соны қазір біз регистрация жасаймыз. Регистрация пользователя. Мынаны басамыз. Юридическое лицо и физическое руководитель физическое лицо болады. Болды. Енді дополнительный вид регистрация дейді. Бұны басамыз. Оператор проверен. Оны ешнәрсе қылмайды. Начать регистрацию. Енді мынау подсказка беріп отырады мына жерде. Келіншек па, қыз ба, кім өзі. Выберите сертификат дейді. Енді сертификатымызды таңдаймыз. Рабочий кабинет. Қазір біз өзіміз компанияның сертификатын таңдайық. Так, перед вами форма. Вам нужно его заполнить, чтобы перейти к следующему шагу регистрации дейді. Мінекей. Біз осын толтырамыз. Мобильный телефон дейді. Мына жерге email жазамыз. Қандай еді? Барара Gmail. 786 собачка gmail.com. Пароль жазамыз. Пароль үлкен әріппен болу керек. Және буквалар сосын цифр болу керек. Мен қазір көрсетем сіздерге. Мінекей мынандай болу керек. Мінекей паспорт номер. Қазір руководителдің, директордың паспортының номері жазамыз. Директордың паспортының номері. Қазір. Ноль 40 130 09 977 040 130 977 адрес. Выдача дейді 1905 2016. Бұйдың МВД РК келесіне өтеміз. Далее дейміз. Действующий на устав. Далее дейміз. Так, енді мына жерде қараңыздар. Ознакомьтесь с соглашением об использовании интернет системы электронная счет фактура. Примите соглашение, чтобы завершить регистрацию дейді. Ознакомлен. Енді мына жерге қараңыз. Вам необходимо выбрать сертификат ГОСТ дейді. ГОСТ. ГОСТ таңдаймыз қазір. ГОСТ. Бұл компанияның сертификаты. Енді мына жаққа, мына жерде директорның сертификаты. Мінекей басамыз қазір.
Директор. Енді директордың сертификатын қоямыз бұл жерге. Эрсамен. Қамбар Нұрсұлтан согласен. Бірінші директор подпись жасайды, одан кейін барып астына қарай түскеннен кейін компанияның сертификаты мынау. Оны қалай білеміз? Мына физическое лицо деп тұр, ин жазылып тұр. Енді соның астына подписать деп қол қоямыз. Одан кейін юридическое лицо бин деп тұр. Ол компанияның. Мына директор мынау. Енді қараңыздар, директор Қамбар Нұрсұлтан. Енді соған астына госпен сертификатпен қол қоямыз, подписать етеміз. Сосын перейти дейміз. Регистрация завершена. Регистрация успешно завершена на указанный вами на e-mail адрес выслано письмо подтверждением регистрации. Енді кіреміз e-mailға. Почтамызға кірейік. Келді ESF support дейді. Завершение процесса регистрации. Мынаны басамыз. Ссылканы. Болды, осымен кіре береміз. Енді войти дейміз. Войти. Компанияның сертификатын таңдаймыз. Жаққа өзіміздің пароль жазамыз жаңа. Бір буквасы үлкен болу керек. Сол жазамыз. Мінекей кірді. Сохранить десеңіздер де болады. Бірақ сохранить десеңіздер, сіздер постоянно не olмайсыздар, теріп жүрмейсіздер, сразу кіріп кетесіздер. Сол кезде сіз уже нені ұмытып қалуыңыз мүмкін. Парольді. Сол үшін парольді ұмытпау үшін сіз сохранить етпеңіздер оны. Одан кейін былай шығады. Физическое лицо и товар с ограничением ответственности БРР контракт деген басамыз. Өйткені біз тоның атынан не жіберейін деп жатырмыз қазір. Электронный счет фактура жіберейін деп жатырмыз. Ендігі сабақ қалай электронный счет фактура жіберу керек, соны көрсететін боламыз. Дәл қазір осы жерден сабақты тоқтатамыз. Өйткені регистрацияны дәл осылай жасап үйреніңіздер. Өте оңай. Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабағымыз esf.gov.kz деген электронды счет фактура жазатын порталға қалай регистрация жасаймыз. Бірінші соны өтеміз, одан кейін электронды счет фактураны қалай жібереміз. Одан кейін сол бойынша болады. Ал кеттік болмаса, Chromeға кіреміз. Chromeға кіргенде негізі электронный счет фактураның сайты мынау. Бұрын басқаша болатын. Қазір осылай шықты. Өйткені разработка жасады. Енді қараңыздар, мына жерде ссылка на скачивание CryptoSocket. Мына ссылканы сіздер скачать етіп аласыздар. Мына программаны. Бұл программаны скачать етпесеңіздер, бұл порталға регистрация жасалмайды. Ссылка деген басасыздар, біз скачать етесіздер. Соны установка жасайсыздар. Біз уже оны жасап қойғанбыз оны.
өйткені бұл компьютермен біз оны жұмыс жасап жүрміз. Енді как зарегистрироваться? Бізде қазір новый компания бар, соны қазір біз регистрация жасаймыз. Мінекей регистрация пользователя. Мынаны басамыз. Юридическое лицо и физическое руководитель физическое лицо болады. Болды. Енді дополнительный вид регистрация дейді. Бұны басамыз. Оператор проверен. Оның еш нәрсе қылмайды. Начать регистрацию. Енді мынау подсказка беріп отырады мына жерде. Келіншек па, қыз ба, кім өзі. Выберите сертификат дейді. Енді сертификатымызды таңдаймыз. Рабочий кабинет. Қазір біз өзіміз компанияның сертификатын таңдайық. Окей. Так, перед вами форма, вам нужно ее заполнить, чтобы перейти к следующему шагу регистрации дейді. Мінекей, біз осын толтырамыз. Мобильный телефон дейді. Мына жерге email жазамыз. Қандай еді? Барара Gmail 486 gmail.com. Пароль жазамыз. Пароль үлкен әріппен болу керек. Және буквалар сосын цифр болу керек. Мен қазір көрсетемін сіздерге. Мінекей мынандай болу керек. Мінекей паспорт номер. Қазір руководителдің, директордың паспортының номері жазамыз. Директордың паспортының номері. Қазір. Қырық 130 09 977 040 адрес выдача дейді 1905 2016 бұйдың МВД РК келесіне өтеміз. Далее дейміз. Действующий на устав. Далее дейміз. Так, енді мына жерде қараңыздар. Ознакомьтесь с соглашением об использовании интернет система электронный счет фактура. Примите соглашение, чтобы завершить регистрацию дейді. Ознакомлен. Енді мына жерге қараңыз. Вам необходимо выбрать сертификат ГОСТ дейді. ГОСТ. ГОСТ таңдаймыз қазір. ГОСТ. Бұл компанияның сертификаты. Так, енді мына жаққа, мына жерде директорның сертификаты. Мынаны басамыз қазір. Енді директорның сертификатын қоямыз бұл жерге. Ерсамен. Қамбар Нұрсұлан Составлен согласен. Бірінші директор подпись жасайды, одан кейін барып астына қарай түскеннен кейін компанияның сертификаты мынау. Оны қалай білеміз? Физическое лицо деп тұр, ин жазылып тұр. Енді соның астына подписать деп қол қоямыз. Одан кейін юридическое лицо бин деп тұр. Ол компанияның. Мына директор, мынау
Енді қараңыздар, директор Қамбар Нұрсұлтан. Енді соған астына ГОСТпен сертификатпен қол қоямыз, подписать етеміз. Сосын перейти дейміз. Регистрация завершена. Регистрация успешно завершена на указанный вами на e-mail адрес выслано письмо подтверждением регистрации. Енді кіреміз e-mailға. Почтамызға кірейік. Келді ESF support дейді. Завершение процесса регистрации. Мынаны басамыз. Ссылканы. Болды, осымен кіре береміз. Енді войти дейміз. Войти. Компанияның сертификатын таңдаймыз. Мына жаққа өзіміздің пароль жазамыз жаңағы. Бір буквасы үлкен болу керек. Соны жазамыз. Мінекей кірді. Сохранить десеңіздер де болады. Бірақ сохранить десеңіздер, сіздер постоянно не алмайсыздар, теріп жүрмейсіздер, сразу кіріп кетесіздер. Сол кезде сіз уже нені ұмытып қалуыңыз мүмкін. Парольді. Сол үшін парольді ұмытпау үшін сіз сохранить етпеңіздер оны. Одан кейін былай шығады. Физическое лицо и товарищество с ограниченной ответственностью БРР контракт. БРР контракт деген басамыз. Өйткені біз тоның атынан не жіберейін деп жатырмыз қазір. Электронный счет фактура жіберейін деп жатырмыз. Ендігі сабақ қалай электронный счет фактура жіберу керек, соны көрсететін боламыз. Дәл қазір осы жерден сабақты тоқтатамыз. Өйткені регистрацияны дәл осылай жасап үйреніңіздер. Өте оңай.